Құрметті достар, сіздерді әдебиет мұхитына қосылған жас буынның ішінде өзіндік соқпағымен дараланып келе жатқан жазушы Дархан Бейсенбекұлының «Жалғыз жұлдыздың жарығы» атты әңгімелер жинағы кітабымен таныстырғым келіп отыр бүгін. Дархан Бейсенбекұлы 1984 жылдың 7 қарашасында Алматы облысы Жаркент өңіріндегі Нағарашы ауылында дүниеге келген. Қазақтың Қаныш Сәтпаев атындағы ұлттық техникалық университетін машина жасаудың технологиясы мамандығын үздік дипломға бітірген. Әңгімелері орыс тіліне аударылып, республикалық мерзімді баспасөз бетінде үздіксіз жарияланып келеді. 2008 жылдың халықаралық Дарабоз бәйгесінің 2-ші жүлдегері, халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты, Серпер жастар сыйлығының иегері, Қазақ елі, Қазақстан мұғалімі газеттерінде тілші болып жұмыс атқарған. Қаламгердің «Жалғыз жұлдыздың жарығы» атты әңгімелер жинағына, балалар әлемі мен жасөспірімдер тақырыбына қалам тербеген туындылары өзінің шынайылығымен, ауылдың аңғал мінезімен ерекшеленіп, оқырман қауымды бірден баурап әкетеді. Балалықтың бал кезеңі мен өзіндік қасіреті, жастық кезеңнің жарқын тұстары жазушы қаламынан туған шығармаларда шынайы болмысымен, қоғамдағы түрлі келеңсіздіктермен қатар өрбіп, әдемі түйінделіп отырады. Автордың «Жер сағыз», «Ринг», «Қарақат тере барғанда», «Періште тілегі», «Белгі тас» сынды әңгімелері балалық шақтың қайталанбас, шуақты сәттерін, сондай-ақ қайғы мен қасіретті бала психологияның қабылдауы сәтте суреттелген. Баланың ойын бала тілінде жеткізіп, кейіпкерлерінің образын толықтай аша білген автор. Кітап жалпы көпшілікке арналған. Біздің кітапханамыздан алып оқуларыңызға болады.